Бүгінгі қол қойып отырған жобамыз технологиялық әріптестік жөнінде. Әрине CNPC бар, CITIC бар. Осы екі үлкен Қытайдың компаниясымен бірге жүргізіп жатқан жобаларымыз бар. Маңғыстау мұнай газ бар, Қаражанбас бар, Қазгермұнай бар. Ақтөбеде бұлардың өздерінің Ақтөбе мұнай газда істеп жатқандығы бар. Сол барлық кен орындарында әрине технологиялық әріптестік жөнінде көзқарас пікірлесу өз алдына, бірақ нақты бірге істеп жатқан техникалық шешімдер бар. Соны қалай қолдану, қалай ары қарай өсіру біздің әріптестігімізді. Осы жөніне байланысты жаңағы жоба, келісімшарттың жобасы дайындалған болатын. Біздің баяғы қол қойған жаңағы келісімшартымыз бар. Қытайға жіберу көлемі өсіріледі деген. Бірақ ол әркімнің мұнайдың өндірушісіне байланысты. Егер Қытай жаңағы тиімді баға беретіндей болса, онда ол мұнайды Қытайға тасымалдауға біздің мүмкіншілігіміз бар. Егер қазіргі бағытта мысалы Алашаңқаудағы мұнайдың бағасы мысалы Қара теңізге қарағанда кішкене төмендеу. Сондықтан біздің өндірушілеріміз осы күні Қытайға аса көп тасымалдамайды мұнайды. Мысалы транзитті былай қойғанда тіке бізде өндірілетін мұнайдың көлемін айтатын болсақ, биылғы 14 жылы Қытайға тасымалдаған мұнайдың көлемі 5 миллион тонна. Егер Қытай жағынан баға көтерілетін болса, онда жаңағы әркім әрине өзінің әркімге тиімді баға керек қой. Онда Қытай жаққа тасымалдауға мүмкін. Біз ондай мүмкіншілік береміз, бірақ нақты мына жаққа апар, мына жаққа апар деп айтуға құқымыз жоқ. Әркімнің өз шешімі. Егер ондай тиімді баға алатын болса, онда тасымалдайды. Оны Қытай жағы түсініп отыр. Сондықтан енді көрер өздері.